Ол да қияметке жақын шығатын молдалар деді. Молдаларға айтып қояйын, мына молдаларға. Бізде қазір молдаларға парқы жоқ. Құдай тамақ болса болды, барады бірінші қойдың гәлласынан ұрады, шылпылдатып. Ол немен шұғылданады ол? Немен шұғылданады ол? Бізде процентқорлар бар, процентқорлар, рибақорлар. Бәріміз ауылда білеміз, процентке алып ақша істейтіндер бар да, солар да Құдай тамаққа шақырса парқы жоқ, сонда ұрып жібереді. Жоқ. Міне, қияметке жақын шығатын молдалардың сыпаты бұл деді. Қараңыз. Құран оқығанда әдемі Құран оқиды, сөйлеген уақытта әдемі сөйлейді. Бірақ жеп атқан тамағың ше. Біреулер магазинде арақ сатып сауда қылады, арақпен сауда қылады. Қараң. Пивомен сауда қылады, сигаретпен сауда қылады. Сол саудасымен Құдай тамақ береді. Ұрып жібереміз де біз молдалар. Біз молдаларға тиісті сол нәрселер. Сол молдалардың жамағатқа әсері жоқ та. Әсері жоқ. О молдан ешкім менсінбейді да. Той қылатын болса, ансамбльді шақырады, арақты қояды, еркек, әйел бір-бірімен жарысып тұрып билейді. Астағфирулла, бұл шариатта дұрыс емес нәрсе бұлар. Бұл молдаға емес, бұл қарапайым адамға да дұрыс емес бұндай нәрселер. Сіз бен біз мұсылманбыз.